Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін рассольник дайындаймын. Сол үшін алдымен жуылған еттерімізді осылаймен қазанға салып, бетіне суын құйып жақсылап қайнатып алатын боламыз. Қайнаған кезде арасында көбіктер міндетті түрде алып отырамыз. Одан кейін алдын ала перловкамызды жуылған перловкамыздың үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып жарты сағат көлемінде қалдырып қоятын боламыз. Одан кейін бізге керек болатын заттар пияз, картоп, сәбіз барлығын кубиктап, төрт-бұрыш етіп, кішкентай ұсақтап турайтын боламыз. Одан кейін соленый қиярымызды тураймыз. Бізге керек ең маңыздысы осы соленый қияр өте дәмі ерекше болып шығады. Барлығын төрт-бұрыштап кубиктап тураймыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға барлығын жеке қуырып алатын боламыз. Барлығы қуырылғаннан кейін қайнап жатқан сорпамызға салатын боламыз. Мен дәл осылай пиязды барлығын қуырып алғаннан кейін ең соңында соленый қиярдың өзінің банкетаға суын құямын, сонда ерекше болып шығады. Солай құйып шығатын боламын. Одан кейін қайнап жатқан сорпамыздың міндетті түрде арасында көбігін алып жақсылап тазартып отырамыз.
Барлығын жақсылап қуырып алдым. Одан кейін қиярымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін банкадағы суымызды құйып жақсылап пісіріп алатын боламыз. Одан кейін қазанымызға саламыз. Осымен біздің рассольнигіміз дайын. Өте дәмді тағамдардың бірі, тойымда ерекше тағам. Суының өзі сондай қышқыл, дәмді болып тұрады. Өзіме қатты ұнайтын тағамдардың бірі ас болсын, жасап көріңіз.